Алла көрсетіптер осы 5 бала себеп қылып тұр. Көп балалы ананың, батыр ананың жағдайы жақсылықты жасаңдар деп. Ертеңгері проездой, соның өзін кондукторға тескеріп, бұл бала анасы бар, бұндағы қағи қарай. Керек деп жоғыз кетіп шығарттан жүреді. Біз баланы Алланың берген сыйы болғанмен өзім үшін тауып отыр. Баланы туып бір бөлек, баланы асырап тәрбиелеу бір бөлек. Кімнің міндеті? Ана мен әке. Бірақ та ана үйде қалай отырады қазақ келіншектер айтыңыздар. Егер де күйеулерінің ақшасы 4-5 кредиттен аспай жатса, біз халық бай халықпыз. Неге байлық? Байлықтың үстінде отырмыз. Жемқорлардың бірі жұма сайын, міне 2019 жыл басталған сайын шетелге кетеді, оны жылы жауып қояды. Bir tavukпен ит ұрлағандарды барып жауа салады. Заң қайда? Талап қайда? Елбасы. Өткенде ғана мен жерді мәселесімен жүргенде маған штраф салып қойыпты. Прокуратураға бардым. Менің 10.005 теңгеме штраф салып қойыпты. Сонда бар, елбасы қайда деп. Мен бардым. Елбасы, прокуратурада жазды. Әрбір қазақ елінің азаматы мен азаматшасы келсе, олары ортада шешілу керек деп. Конституциямызда ата заңымызда қайда? Жаны да ұрып тұрған жоқ. Bir 5 баланы өлген кіші өлгенде айтып тұр. Ең болмағанда сұхбат беретін бір қазақ тілінде сөйлейтін бір жігіт таба алмады ма? Намыс деп тұр, сол дұрыс па? Қайдан биліктегі біреу қазақ тілін біле ме? Білмейді. Қазақ тілін білмеген, бұл дінін білмеген, тілін білмеген. Жүректерінде иман жоқ олардың. Өшкенің атамағын көп алып жуат, қол жуат. Түнгі жұмысқа жетіскеннен ба? Пәтеріме төлеймін, кредитін төлеймін, осындай лашыққа төлеймін дейді. Сол дұрыс па? Біз мұнай алтын үстінде отырып, керек десе көмірдің үстінде отырып, қайда соның бәрі? Қайда кетіп жатыр? 2018-де қаншама жер? Қорлар кетеді. Ашы-басы Храпуновтың бәрі кетті. Бір-бірлерін жейді. Қарапайым халық. Мен көп бала анамын. Жерге төлеймін, көлікке төлеймін. Керек десе штраф салады. Керек десе пособиема да штраф салып қойды. Дембаевқа дейін барын пособиемді алып беріп, штраф салып қойды маған деп. Сондай күнге де жеттік. Қарапайым халық қайда бар жатырмыз? Заң неге көп балалы ана үшін? Неге батыр ана үшін? Неге халық үшін жұмыс істемейді? Елбасы не үшін отыр? Не үшін депутаттардың бәрі? Деп мақтанамыз. Қайда? Ақиқат қайда? Өйткені заң жемқорларға жұмыс істейді. Заң білімділерге жұмыс істейді. Заң креслода отырған ағапаларға жұмыс істейді. Біз сияқты қарапайым халыққа батыр аналар жатасың, көп бала аналар жатасың. Егер де осы 5 баланы балаларымыз қанға жарайын, апай. Енді міне, естіп жатырмын, Алина марқұмның анасын сотқа беріп, соттайды ондайды. Жемқорлар, миллиондап әкетіп жатқан жемқорлар неге сотталмайды? Ақиқат қайда? Әділдік қайда? Неге біз кішкентай сәбилерді табытты шығаруымыз керек? Айтыңыздар, 5 бала үйде очақта жоқ дейді. Бұл не сұмдық? Бұдан не статистика құлайды? Ешкім 3 бала да тумайды, 4 бала да тумайды. Өйткені мұндай халықта бейшара жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Өзімде неше жыл пәтерде жүрдім. Енді мынау не сұмдық енді? Құрметті елбасы, сізге жолдауым. Мінекей достар, осындай 5 баланың өлімі бүкіл Қазақстан шулатып жіберді.